Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сіздермен өтетін тақырыбымыз тағамдық қоспалар ретінде қолданылатын көмірсу өкілдері. Алдымен тоқталып өтсек, қандай қосылыстар өтетінімізді. Е460 целлюлоза, Е461 метил целлюлоза, Е462 этил целлюлоза, Е1404 крахмал және де Е1420 ацетиленді крахмал. Енді жеке-жеке тоқталсақ, біріншісі, яғни Е460 целлюлоза, бұл табиғи текті тұрақтандырғыш, эмульгатор, жалпы тоқырау мен түйілуді болдырмайтын қоспа болып табылады. Физикалық қасиетіне сәл тоқталсақ, яғни целлюлоза бұл кристалды немесе борпылдақ ұнтақ дейміз. Ақ түсті немесе кейбір мәліметтерде сарғыш түсті дейді. Иіссіз, дәмсіз, тек аздап өзіне қышқыл дәм береді. Суда, салқын суда ерімейді, спирттерде, органикалық еріткіштерде ерімейді, тек ыстық суда аздаған мөлшерде ереді екен. Пайдасына келетін болсақ, яғни целлюлоза тағамның, яғни асқазан жүйесінде, ас қорыту жүйесінде тағамның бір орында жиналуына және қатып қалуына жалпы жол бермейді, яғни соның алдын алады екен. Екіншіден, балластты зат болып табылады. Яғни балласты деп отырғанымыз бұл арнайы тағамның компоненттері, яғни адам организм құрамына сіңбейді, енбейді, және де өндірілмейді, және де оны біз тек тағамның құрамынан ғана ала аламыз. Және де бұл балласты заттар қанның құрамына сіңбейді, және де энергия бермейді екен адам организмде. Бұның тек бір ерекшелігі, яғни қызметі бұл ішек, ас қорыту жүйесінде ішекте тағамның сіңуіне, жалпы тазаруына ішектің жұмыс жасайды екен, яғни осындай қызмет атқарады екен. Және де үшінші қызметі бұл метаболикалық процесс немесе метаболизм процесіне қатысады екен. Келесі біздің өтетін пайдамыз бұл асқазан ішек жолдарының, яғни айтып өткендей қызметін жақсартады екен. Және де егер де адамда қатерлі немесе қатерсіз ісікті пайда болса, осы Е460 тағамдық қоспасы бар тағамдарды жеу арқылы қатерлі ісіктердің пайда болуын сәл де болсын азайтады немесе баяулатады деп айтамыз. Келесі қолдануына келетін болсақ, яғни суреттерде сүт өнімдерінің құрамында, яғни сүзбе, ірімшік, құрт дейміз, кондитерлік өнімдердің құрамында, нан өнімдерінің құрамында, яғни түрлі қара ақ нанның құрамында, және де түрлі тұздықтар мен соустар, майонез дейміз, осы тағамдардың құрамында кездеседі екен. Кестеге назар аударсақ, яғни целлюлоза, эмульгатор, табиғи шоутегі, және де адам организмі үшін қауіптілігі төмен болып табылады екен. Келесі өтетін тағамдық қоспамыз бұл Е461, яғни метил целлюлоза. Бұл да синтетикалық шыққан қоюландырғыш, тұрақтандырғыш және де эмульгатор. Физикалық қасиеттеріне назар аударсақ, сәл аморфты ұнтақ, ақ түсті, салқын суда немесе суық суда ериді, тек органикалық еріткіштерде ерімейді екен. Және де салқын суда еріген кезде бұл тағамдық қоспа ісінеді екен, және де бұл ісінудің арқасында тамақ қалдықтарының ыдырауына, тез ыдырап кетуіне жалпы көмектеседі екен. Сонымен қатар ішектің моторикасы дейміз, яғни бұл ішек жүйесінің тез жұмыс істеуіне, жақсы жұмыс істеуіне, жалпы тез сіңіп, тез қорытуына көмектеседі екен. Және де үшінші бұл іш жүргізетін дәрі, немесе орысша айтқанда ослабительный қасиеті арқылы осы дәрілерге қолданылады екен. Зиянына келетін болсақ, асқазан және ішек мүшелері ауыратын адамдар үшін бұл тағамдық қоспасы бар тағамдарды тұтынуға кеңес берілмейді. Себебі асқазан ауруларына әсер етуі мүмкін екен. Және де бұл тағамдық қоспа аллерген емес, және де тітіркенуді тудырмайды екен. Және де балалардың тағамы, яғни балалар қоспасының құрамына қосуға рұқсат етілмейді екен. Қолдануына келетін болсақ, яғни суретте қарап отырғандарыңыздай, консервіленген көкөніс пен жемістерде, нан өнімдерінің құрамында, және де балқытылған немесе ертілген дейміз, ірімшіктің құрамында, тәттілердің құрамында, бұл жерде де яғни майонез тұздықтың құрамында, және де қатырылған балық пен еттің құрамында кездеседі екен.
Кестеге назар аударсақ, яғни метилцеллюлоза, қоюландырғыш эмульгатор, шығу тегі жасанды және де адам организмі үшін қауіптілігі төмен нәтижеде көрсетеді екен. Келесі біздің тағамдық қоспамыз бұл этилцеллюлоза, яғни Е462. Бұл да синтетикалық шыққан қоюландырғыш эмульгатор. Зиянына келетін болсақ, яғни адам организмде өттің бұзылуын тудырады екен. Сонымен қатар ас қорыту жүйесіне де зиян келтіреді екен. Және де балалардың тағамдық құрамында бұл қоспа кездесетін болса, өте қауіпті, себебі жүйке ауру, яғни невроз деген ауруға шалықтыруы мүмкін екен. Және де үшіншіден асқазанның бұзылуы, яғни асқазан мүшелерінің бұзылуына әсер етеді. Және де тері ауру дейміз, яғни терінің қызаруына да әсер етуі мүмкін екен. Қолдануына келетін болсақ, яғни бұл тұрмыста көп қолданылатын, яғни лапша дейміз, кеспелер тез дайындалатын жаңағы кеспелердің құрамында кездеседі. Мұздатылған жаңағы көкөністер мен жемістің құрамында кездеседі. Консервіленген көкөністер мен жаңағы сол жақтағы сурет бойынша, яғни құрғақ сүт, яғни бұл табиғи сүтті алмастыратын құрғақ сүттің құрамында да кездеседі екен. Сонымен қатар тұздық және де желатиннің құрамында да кездеседі екен. Кестеге назар аударсақ, этилцеллюлоза, қоюландырғыш эмульгатор, шығу тегі жасанды және адам организмі үшін қауіптілігі жоғары болып табылады екен. Сондықтан мұқият оқып, назар аудару керек. Келесі біздің өтетін тағамдық қоспамыз крахмал, Е1404 немесе тағамдық қоспасы. Бұл қоюландырғыш, байланыстырғыш және эмульгатор. Физикалық қасиеті, яғни бәрімізге белгілі бұл ұнтақ түрінде жүреді. Ақ түсті, жаңағы иіссіз, өзіне тән сәл дәмі бар. Суық суда еритін тек және спиртте де ерімейтін жалпы қоспа екен. Қолдануына келетін болсақ, негізінен нан өнімдерінің құрамында, яғни бұл нанның өнімдерінің құрамында қосылады, себебі жаңағы нанның ұзақ сақталу үшін және көтеріліп әдемі кейіпке ену үшін және де ұзағырақ сақталу үшін қолданылады екен. Сонымен қатар сушки дейміз, зефир, яғни зефирдің құрамында, сонымен қатар балмұздақ пен балық ет өнімдерінің құрамында және де сүтті жаңағы кондитерлік өнімдердің құрамында да кездестіруге болады екен. Пайдасына келетін болсақ, яғни жалпы крахмал бұл көмірсудың негізгі көзі, яғни нан немесе басқа да нан өнімдерін, кондитерлік өнімдер жесек, бұл бізге ағзамызға көмірсуды байытады екен. Сонымен қатар ас қорытуды жақсартады, яғни ас қорыту жүйемізде астың тезірек сіңілуіне, тезірек қорытылуына жағдай жасайды екен. Және де холестериннің алмасу, яғни холестерин деп отырғанымыз, яғни бұл майды жаңағы ыдыратуға көмектесетін осы холестеринді, оның орнымен алмастыру үшін осы крахмалды заттар қолданылады екен. Кестеге назар аударсақ, яғни атауы крахмал, категориясы қоюландырғыш эмульгатор, шығу тегі табиғи түрде және де адам организмі үшін қауіптілігі төмен болып табылады. Сондықтан нақты қолданылатын мөлшері анықталмаған екен. Және соңғы біздің өтетін тағамдық қоспамыз ацетиленді крахмал немесе Е1420 тағамдық қоспа. Бұл синтетикалық шыққан қоюландырғыш, байланыстырғыш және де эмульгатор екен. Жалпы осы Е1420 крахмалын өндіру үшін екі крахмал пайдаланады. Бұл жүгері крахмал және де картоп крахмал екен. Екі түрлі болады екен. Физикалық қасиетіне келетін болсақ, ацетиленді крахмал бұл ұнтақ тәріздес, яғни крахмалға ұқсас, тек ақ немесе сарғыш түсті болып келеді екен. Иіссіз, дәмсіз және де ыстық суда, яғни крахмалдан ерекшелігі ыстық суда ериді екен, және де спирттері ерімейді екен. Жалпы қолданылады бұл қандай қызметте, яғни қоюландырғыш мақсатта, ылғал ұстағыш мақсатта, яғни гигроскопиялық дейміз, және де тұрақтандырғыш мақсатта қолданылады екен. Осының ішінде қолдандырғыш ретінде мынандай тағамдардың құрамында кездеседі екен. Яғни
қарайтын болсақ, бірінші десерттер мен тәтті тоқаштардың құрамында сүт өнімдері, яғни йогурт, қаймақ, сүзбе, құрттың құрамында, сонымен қатар шұжық, паштет дейміз. Осылардың құрамында және де краб таяқшалары, тез дайындалатын кеспе, яғни еритін сорпа деген секілді, тұздықтар, кетчуп, майонез, маринадтың құрамында және де консервіленген көкөністер мен балалардың тағамында да негізінен кездеседі екен. Келесі келесі жалпы осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды, яғни ацетиленді крахмалмен біз аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.